Шынында қазіргідей қым-қуыт уақытта баршамыздың дін насихатында ортақ болуымыз маңызды. Себебі ислам ғалымдары бауырмалдық иман келтіргендердің өзара сүйіспеншілігі мен дін насихатында ортақ болуы деген. Сондықтан бүгінгі бас қосуымыз біздің түркі мемлекеттері бас мүфтилерінің бауырмашылдық байланысын жандандыра түседі деген сенімдемін. Біріншіден, түркі тілдес елдер арасындағы діни этникалық негізде туындайтын шиеленісті келіссөз арқылы реттеуге бар күш-жігерімізді жұмсауымыз тиіс. Мүфтилер алқасына мүше елдер арасында шиеленіске жол бермеу, керісінше діни, рухани жағдайды жетілдіру, дін мен мемлекет қатынасын лайықты дамытуға сеп болары анық. Екіншіден, түрлі бөлінушіліктерге жол бермеу. Атап айтқанда, нәсілдік, діни, этникалық бөлінушіліктерге жол бермей, саяси идеологиялық арандатушылыққа қарсы тұруымыз қажет. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы.